Ассаламу алейкум, құрметті көрермендер. Сіздермен бірге мен Алшын Аққол Дулатқызы. Бүгінгі кезекті бағдарламамыздың тақырыбы лудомания, игромания, азарттық ойындар, құмар ойындар туралы айтатын боламыз. Қазіргі таңда бұл тақырыптар қоғамдық дерт өте проблема тудырып отырған мәселелердің бірі. Көбіне ер азаматтардың арасында жиі кездеседі. Бұл ойындардың кесірінен ақшасынан, дүние мүлкінен, тіпті отбасынан айырылып жатады. Ал ең жаманы өз-өзіне қол жұмсау суицидке дейін әкелетінін кездестіреміз. Жалпы лудомания дегеніміз бұл латын тілінен алынған термин, яғни құмар, ақша үшін ойын деген мағынаны білдіреді. Оның қатарына казино, карта ойындары, барлық азарттық ойын түрлері жатады. Жалпы лудоман адамның 4 деңгейі болады. Олар ең бірінші деңгейі бұл ұту. Яғни аз ғана салған ақшасын көп мөлшерде шығарып алып, келесіде дәл солай ұтқысы келіп, одан көбірек ақша салады. Яғни тәуелділік пайда бола бастайды. Ал екінші деңгейі бұл ұтылу. Яғни салған ақшасына минусқа кіргеннен кейін ол одан сайын ойынға беріліп тұрады. Жанындағы адамдардан, таныстарынан қарызға ақша сұрай бастайды. Барлық жерден кредиттер, жалақыға дейінгі займдардан қаражат алып ойынға тігеді. Ал үшіншісі бұл абайсыздық, яғни өзін-өзі ұстай алмауы, ашуланшықтық. Бұл көбінесе отбасында белгілі. Отбасына көңіл бөлмеуі, қайда жүрген жасыруы, үйдегі мал-мүлікті алып кетуі, әйелін ұрып соғуы, осының барлығы осы деңгейге жатады. Ал лудоман адамның 4-ші деңгейі бұл үмітсіздік, шарасыздық, яғни ол депрессияда оны ешқандай нәрсе қуантпайтын, тек қана өлім туралы ойлайтын халге дейін жетуі. Лудоман аурумен ауыратын адамның емделуі бұл ғалымдардың зерттеуі бойынша өте аз әрі ұзақ процесс. Ол адам өз еркімен түсініп бәрін қою мүмкін, немесе тек қана жанындағы адамдардың әрекетімен емделу мүмкін. Ол кезде де психологиялық жұмыстардың нәтижесі арқылы бетін қайтаруға болатынын айтқан. Жалпы құмар ойындарының шығу тарихына тоқталып айтатын болсақ, ең алғаш құмар ойындары бұл грек, үнді, араб елдерінде пайда болып, арнайы тастар арқылы ойнап бастаған екен. Осыдан 40 мың жыл бұрын сүйектерден әртүрлі формадағы ойын құралдарына жасаған. Олардың әрқайсысының өзіндік атаулары болған. Ақша үшін ойнаған кезде егер төлей алмаған жағдайларында тіпті өздерін құлдыққа салуға дейін барған. Кейін уақыт өте келе ойын түрлері ауысып дами бастаған. Шығыс Азияда ойын карталары пайда болып бастаған. Ең басында олар бамбук ағаштарынан жасалынған, кейін қағаздан жасалынып, үстіне әртүрлі суреттер салынған. Алғашында үндістер картаны дөңгелек формада істеген, ал жапондықтар миди, яғни бақылшақ тастарын қолданған екен. Солайша карт ойындары пайда болып, өзіндік ережелеріне сай құмар ойынның қатарына кіре бастаған. Ал казино бұл итальян тілінен аударғанда қала сыртындағы үй деген мағынаны білдірген, яғни азартты ойын ойнаушылардың жиналатын мекені болған. Ең алғаш бұны князь Монако Чарльз Гримальди ойлап тауып, 1863 жылы алғашқы казино ашылған. 1895 жылдары ең алғашқы ойын автоматтары пайда болып, осылайша жыл сайын құмар ойын түрлері дами берді. Ал енді осы құмар ойындар туралы шариғатымызда не айтылған, соған тоқталатын болсақ, құмар сөзімен мағыналас Құран аятында майсир сөзі келтірілген. Бұл сөз жеңіл жолмен мал табу мағынасына келеді. Қазіргі қоғамда жұмыссыздық кең тарағандықтан кейбір адамдар арақ шарапты пайдаланумен қатар құмар ойындарына кіріп кеткен. Ислам дінінде құмар ойындары харам етілгендігі туралы Құран кәрімнің Маида сүресінің 90 және 91 аяттарында былай деген: "Ей мүминдер, арақ, құмар, тігілген тастар және балашатын оқтар лас шайтанның істерінен одан сақтаныңдар, құтыласыңдар" деген. Демек, аятта ең үлкен күнәлардың қатарында Аллаға серік қосумен бірге арақ ішу, бал ашу, құмар ойнау ерекше айтылған. Сондықтан да адамды адами қасиеттерінен алыстатып, іблістің ізіне салып қоятын әрекеттердің барлығы шайтанның істерінен деп білуіміз керек. Жалпы аяқ-қолы балғада ер азаматтардың өкінішке орай осындай еріншектікке бой алдырып, оңай келетін ақшаға қарап отыру бұл әлбетте жақсы нәрсе емес. Бала-шағасының адал маңдай термен асырамаған отағасы ұрпағына да харамнан ас ішкізетінін білеміз. Шын мәнінде шариғат адамға зиян келтіретін ойындардың бәріне тыйым салынған. Бұл туралы пайғамбарымыз өзінің бір хадисінде былай дейді: "Кім өз досына жүр, құмар ойын ойнайық десе, садақа берсін" дейді. Яғни бұл хадистен біздің түсінуге болатын мағынамыз, кім досына құмар ойынды ойнауға ұсыныс жасаса, оның садақа беруі міндет. Демек, ол күнәсінен садақа беріп қана құтыла алады деген. Хадисте яғни
және айтылып тұрған тағы бір мәселе бар. Бұл жерде ойынды ойнаудан бөлек оған қасындағы адамды да шақырудың өзі харам болып табылатындығы. Қазір 2 күннің бірінде атып кетті, пышақтап кетті, немесе зорлап кетті, тағы да басқалай келеңсіз ақпараттар көп тарап жатыр. Бастапқыда бұның барлығы құлаққа ауыр тиетін болса, қазір оның барлығына біз етіміз үйренген. Яғни бұның барлығы сол құмарға еліктеген адамдардың жасап жатқан қылмыстар деп айта аламыз. Өз-өзіне қол жұмсау, бір-бірін өлтіруі, ажырасу, ұрлық, зорлық, зомбылық, қарызға бату. Құмар ойынға еліктірушілердің арасында өз әйелін, үйін, көлігін бәске тігушілердің де қатары аз емес екенін байқаймыз. Яғни бұл ойындардың барлығы ешкімге пайда беріп жатқан жоқ, керісінше адам өзін бейшара күйінде сезінеді. Алла Тағала Құран кәрімде Хижр сүресінің 49-50 аятында: "Ей Мұхаммед, құлдарыма хабар бер, күдіксіз мен аса жарылқаушы, ерекше мейірімдімін және шын мәнінде азабымда өте күйзелтуші" дейді. Өкініштісі, кім күліп күнә істесе жылап тозаққа кіреді. Мұның емі жүректі тәубемен тазарту ғана болып табылады. Яғни біз Алла Тағалаға тәубе етіп, шынайы күнәміз үшін кешірім сұрасақ, сонда ғана біз бұл дерттен айыға алатынымыз анық. Тыйым салынған ойындар қатарында бүгінгі таңда көп ойналатын казино, нардыны да атауға болады. Мұны ойнаған адам кездейсоқ сәттілік арқасында ғана жеңіске жетеді. Бұл миды, күш-жігерді арттыратын сайыс емес. Пайғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи вассалам: "Нарды ойнаған адам шошқаның еті мен қанына қолын тигізгенмен бірде" деген Муслимнен жеткен хадисте. Нарды ойнаушы Аллаға және оның елшісіне құлақ аспаған болады дейді тағы бір хадисте. Және осымен қатар картамен ойналатын ойындардың көпшілігі де құмарға жатады. Қазіргі таңда тіпті картамен ойналатын ойындарды ойнау өте жеңіл болып кеткен. TikTok желісінде ақ үйден шықпай ақша тігіп ойнай береді. Сондықтан да бұлардың барлығынан бас тартуымыз керек. Ал шахмат, дойбы, тоғызқұмалақ бұлар спорттық ойындар болып табылады. Бұлар адамның ойлау, есте сақтау қабілетін жақсартады. Кейбір ислам ғалымдары бұл адамның яғни көп уақытын алады деп тыйым салған ойындардың қатарына жатқызған. Алайда көпшілік мұсылман ғұламалары бұл ойындардың адамға пайдасы зор деген пікірде болған. Сондықтан әсіресе қазақтың тоғызқұмалақ ойыны шариғат талаптарына толық сай деп айтуға негіз бар. Ғалымдар еңбексіз келетін табыстың негізгі түрлерінің бірі ретінде құмар ойындарын айтады. Бұл жөнінде сахаба Абдулла ибн Омар құмар ойын бұл еңбексіз оңай табыспен келеді деген сөзі бар. Сондай-ақ Ибн Жаридж ата Ибн Майсараның еңбексіз жеңіл жолмен келетін көлденең табыстың барлығы құмар ойын деп бағалағанын жеткізуге болады. Мысалы, бір адам құмарға берілді дейтін болсақ, нәтижесінде бүкіл сана сезімі соған тәуелді болып қалады. Дұрысын айтқанда уақытын босқа өткізіп, яғни жіпсіз байланады. Егер ол адамның отбасы болса, бүкіл жауапкершілігінен айырылып, соңында отбасының шырқы бұзылады. Сол себепті де құмар ойынның үкімі харам болып саналынады. Хазіреті Али мен Абдулла ибн Аббас және бірнеше табиғиндердің пікірі бойынша, нарды мен шахматқа құмар араласатын болса, ол майсир деген деректерде айтылады. Яғни кез келген ойынды ақша үшін ойнайтын болса, оған ақша араласса, ол құмар болып есептелінетін жеткізген. Осы тұрғыда имам Шафиғидің шахмат ойыны жайында айтқан мына сөзін келтіре кетсек болады. Шахмат ойыны бұл адамның есте сақтау қабілетін дамытады, ойлау қабілетін тазартады, соғыс өнері мен тактикасын үйретеді. Ол рұқсат етілген заттардың қатарынан саналынады. Осы жағымен де садақ ату мен атқа мінуге ұқсап тұр. Ол өзінің тағы бір сөзінде шахмат ойынында ақша тігілмей, жаман сөз айтылмай, намаз ұмытылмайтындай болса, ол харам емес дейді. Осы ретте спорт ойындарында құмартушыларға ескертетін жайттар мыналар. Ойынды ойнау барысында екеу ара ақша тікпеу, ойын барысында бір-бірінің намысына тимеу, балағат сөздер айтпау, ойынның қызығына алданып, намазды қаза етпеу және бүкіл уақытын соған арнап, одан да маңызды істерден өзін мақұрым етпеу керек. Алла Тағала құмар ойынды харам етуде көптеген хикметтері бар. Соларға тоқталатын болсақ, біріншісі, мұсылманның өмірі мен табысы кездейсоқ бағытқа емес, яғни бүгін жолым болады, ертең болады деп емес, таза маңдайының тері арқылы болу керек. Екіншісі, өзгенің мал-мүлкі дүниесі бұл харам. Оны алудың жолы тек қана ауыстыру немесе сыйлық ретінде болу керек, яғни адал жолмен болу керек. Бұл құмар әділетсіз жол. Үшіншісі, жоғалтқан адам ұтқан адамды іштей қызғанып көре алмайтыны анық. Бұның соңы қауіпті істерге апаруы мүмкін. Ал төртіншісі, бұл құмар ойын мұсылманның құлшылығына қатты кедергі жасайды, яғни намазы, құлшылығы азайып, иманы әлсірейді, немесе мүлдем намаз оқымай кетуі де мүмкін. Ал бесіншісі, құмар ойын зиянын
тек ойнаған адамға ғана тигізбейді, сонымен қатар қоғамға да кері әсер етіп, көп ұзамай жаңа ел арасында жұмыс істемейтін құмар ойынға берілгендердің көбеюіне үлкен себеп болады. Жалпы қорытындылай келе айтатынымыз, Абдулла ибн Аббас радиаллаху анху былай дейді: әрбір жақсылық іс адамның жүзіне жарқындық, жүрегіне нұр орнатады, әрі оның ризқын кеңейтіп, денесінің қуатын арттырады және елдің жүрегінде махаббат орнатады. Ал күнәлі іс адамның жүзін түнертеді, кеудедегі жүрек пен ертең түсетін қабірге қараңғылық орнатады, дененің қуатын әлсіретіп, рызқын кемітеді, әрі елдің жүрегінде жек көрушілікті орнатады. Олай болса, өзіне де өзгеге де жақсылық қаласаңыз, мұндай жамандықтан бойды аулақ ұстаған жөн деген екен.